Сәлем достар, бүгін сіздермен желіде хит болып жүрген хожелі мантысының жасалу жолымен және рецептімен бөлісетін боламын. Қамырының жұқалығына байланысты ерекше дәмді болып шығады. Менімен бірге видеоны соңына дейін мұқият қарап, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен мантының қамырын илеп алатын боламыз. Ол үшін електен өткізілген ыдыстағы ұнға тұз салып араластырамыз. Оның үстіне бір дана жұмыртқа мен сұйық майды құйып, қолымызбен араластыра отыра, бір шетінен су құйып, қамыр илейміз. Кәдімгі мантының қамырындай етіп, орташа тығыздықта илеп аламыз. Қамырды жақсылап 5 минутта илеуіміз керек. Иленген қамырдың бетін жауып 30 минутқа тындыруға қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына ұсақталып туралған ет және құйрық май, пияз керек болады. Тұз, қарабұрыш, кориандр салып, соңынан 2 ас қасық су құйып жақсылап араластырамыз. Салмамызды дайындап алдық. Енді тынған қамырды алып 2 бөлікке бөлеміз. Күлшелеп тағы 5 минутқа тындырып аламыз. Судан кейін бір күлшеден бастап жая береміз. Барынша жұқа қылып жаюымыз керек. Жайып болып, оқтауға орап кесіп аламыз. Қамырды кескеннен соң одан да жұқа болу үшін әр бөліктерін жекелеп, тағы да жұқартып осылай жайып шықтым. Әр қамырдың көлемі 20 сантиметрдей болу керек. Жайылған қамырға салмасын салып, барлығын бүріп шығамыз. Салмасын бір ас қасықтан салсаңыздар жетеді. Бұл мантының ерекшелігі осында қамыры жұқа әрі көлемі үлкен болады. Арасында мантаварканың листтарын майлап, суын қайнатып дайындап қоямыз. Мантаварканың листтарына бүрілген қамырларды қойып, беттеріне сұйық май жағамыз және бір-бірінің үстіне осылай орналастырамыз. Барлығын салып болып 45 минут будап пісіріп аламыз. Мантымыз пісем дегенше тұздығын дайындаймыз. Тұздығына туралған пияз бен томатты қосып майға қуырып аламыз. Піскен мантының үстіне тұздықтың сұйығынан жағып жібердім. Міне енді хожелі мантымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео рецепт ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әрі достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және қоңырауша белгісін басып, алда шығатын видео рецепттерді алғашқы болып көрушілерден болыңыз. Сіздермен болған Айнұр, баршаңызға сәттілік.